Медицинада стажировкалар мен конгресстерге бару үшін тек қана оқу жеткіліксіз. Көбісінің қателігі сабақтан тыс уақытты ғылыми статьялар жазуды үйренбеуі. Өзім де медицинаның бастапқы курстарында конференция туралы мүлдем ойланбағанмын. Себебі жол көрсететін адам болған жоқ. Ал медицинада үйреткен статьяны жазу өте базалық деңгейде болды. Бірақ бұл толықтай сіздің конгресске қатысып, өзіңізге қажетті ақпараттарды түсінуге көмегін бере алмайды. Сондықтан біріншіден көбірек өзіңізді қызықтыратын сала бойынша статья оқу қажет. Оны сіз күнделікті Juicy программасы арқылы жасай аласыз. Ол жақта саланы да таңдауға болады. Өздері күнделікті сіздерге ең актуалды медициналық жағдайлар бойынша статьялар шығарып отырады. Ал ең эффективті жолы ол оқып жатқан статьяны бөліктеп оқу. Бірінші, сіз статьяның абстракт бөлімін оқып шығасыз. Background, materials and methods, results, conclusion. Ары қарай толық текстін оқуға көшесіз. Егер ағылшын тілін білмесеңіз, аударып оқуға мүмкіндігіңіз бар. Ал ағылшын тілінде оқи алсаңыз тіпті жақсы. Соңында түсінбеген терминдер немесе механизмдер болса, бөлек сол ауру жайлы видеолар қарап шығасыз. Бұл тәсіл сізге статьяларды оқуға және оны өзіңізді күнделікті практикаңызда қолдануға, медициналық ағылшын тіліңізді дамытуға көмек береді. Ең бастысы, сізге клиникалық және ғылыми түрде ойлау қабілетіңізді арттырады. Парақшамда ғылыми статья жазу жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісіп өттім. Ал сіз Juicy программасынан бөлек қандай программаларды, статьяларды оқуға қолданасыз? Комментарийға жазып өтіңіз.